перекуссия жасалады. Салыстырмалы және топография. Өз перкуссия. Салыстырмалы және топографиялық перкуссия. Не үшін? Салыстырмалы перкуссия жұп ағзадағы патологиялық өзгерістерді анықтау үшін. Сондықтан ол екі түрлі жасалады оның өзі. Орташа күшпен және күшті перкуссиямен. Орташа күш 3-4 сантиметр тереңдікте жатқан өзгерісті анықтау үшін, күшті перкуссиямен 6-7 сантиметр тереңдіктегін анықтау үшін жасайды. Топографиялық перкуссия атайтып тұр шекараларға. Өкпенің шекараларымен экскурсиясын анықтауға қолданылады. Сүргі кыстысын жазып тұру қажетті, лучше менің қолыма қараңыздар. Не отырмын жа? Ол кітапта да жазылды. Салыстырмалы перкуссия. Бірінші бұғана үсті ойығынан бастаймыз. Бар уақытта пациентіңіздің оң жағында тұруыңыз керексіз. Өзіңіз жүрмейсіз ары бері, шамалы оң жағынан алдына таман тұрыңыз, аяғыңыздың арасын ашып, пациентіңізді ғана қозғайсыз. Қазір қарап тұрыңыздар. Мен ары бері жүрмеймін, минимально жүрем. Саусағыңыз бұғанаға параллельді. Барлық саусақтар жанақ тұр, особенно плетиметр саусағыңыз толық тиіп тұру керек. Бүйтіп тұрса дыбыс дұрыс шықпайды. Мына саусағыңыз. Өкпеде перкуссия ұрасты аласыз. Жүректе пальпаторлықты қалдырып жасайсыз. Бұл жерде соғасызда аласыз. Телефондарын көшіріп тұрыңыздар. Мына орташа күшпен қайтадан енді күшті перкуссия. 6-7 сантиметр тереңдікке барады. Екінші перкуссия жасайтын жеріңіз ол бұғананың өзі пластинасы болмас барады. Перкуссияда қараңыздар, мен тек білез буыным қозғалып. Мына саусаққа, алғашқы ешбір саусағын түсіп тұрған солай болуы мүмкін. 90 градус бұрышпен түсуі тиіс саусақ. Күштісі. Енді бірінші қабырға аралық, одан кейін екінші қабырға аралық, одан кейін үшінші қабырға аралық жасалады. Учкаларыңызбен, онда мен бірінші маркерлерін көрсетейін. Саусақты қалай қоятындарыңызды. Бұғананың өзінде, оған екі қояйық. Бірінші қабырға аралықта парастерналис сызығымен. Парастерналис сызығы ол бұғананың, қабырғаның сүйек бөлігінің шеміршек бөлігіне өткен жері. Ол жер төмпек-төмпек сондықтан осы сызық. Бірінші қабырға аралықта парастерналистің болды. Екінші қабырға аралықта екі сызықтың ортасы линия парастерналис пен линия медиаклавикулярисінің ортасы. Үшінші қабырға аралықта медиаклавикулярис. Одан кейін мына ойықта марингеум ойық деп айтылады. Бұған 30 градустық бұрышпен қиғаш қойылады. Айтыңыз, қазалына жасап қойылады, сосын өтеміз. Бұғанаға жасадық. Бірінші қабырға аралықта мына ортаңғы фаланга перкуссия жасайды. Сызықта сол тұру керек. Тырнақ емес, саусақтың ұшы емес, немесе алақан емес, дұрыс қоймайды көбінесе. Мінекей, сіздің жасайтын фалангаңыздың жоғарғы жағына буынға ұрмайды. Кейбіреуіңіз буынға жасайсыздар. Дұрыс емес ол. Екінші қабырға аралық дедік, алақан жайылып тұр, саусақтың бәрі жанасты. Итіп тұрмайды. Мінекей, болсын. Соның бәрі қате болып есептеледі, дұрыс емес. Алдыңғы жақтан болды. Енді жоғарғыдағы марингеум ойығы. Жоғарғы бөлігінде өкпенің жиі туберкулез кездесіп жатады. Оны жіберіп алмас үшін бұл жерде перкуссия жасау керек. Ол кезде сол жеңмен бұрлайды. Енді қолтықты. Бүйір жақ деп айтамыз оны. Бұл алдыңғы жақ болды. Екі қолды желкеге қояды. Қолтық ашық тұрады. Қолтыққа терең вертикальді қойылады қолын. Одан кейін төртінші қабырға аралықта жасалады. Одан кейін бесінші қабырға. Терең, одан кейін төртінші қабырға аралық, одан кейін бесінші қабырға. Мінекей вертикальді қоямыз. Алдымызға қамыз. Бір жағын көрсеңіз.
жоқсын келсеңіз мына жақта видеоға түсіреді. Сіз екі қолыңыз желкеде ұстайсыз. 4-ші қабырға. Бесінші қабырға. Кейбіріңіз қабырға аралықтан шатасырсыздар, қоңыз. Ер кісілерде 5-ші қабырға қайда тұр? Емтікшенің астында, мына 5-ші қабырға аралық болғандықтан қолды көтеріп тұрғанда да бүйтіп тауып алуыңызға болады. Бүйір жағы болды, қолтық ортасы бөлінен жасалды. Енді арқада. Жауырын үстінде. Жауырын үстінде кітапта сіздерде былай қойып көрсеткен, екі реттен көрсеткен жері бар. Сіздерден біздің оқу процесінде талап етіледі. Қолыңызды перпендикуляр қою. Иық орамы деп айтылады. Иық орамына перпендикуляр қою. Калимушина бойынша осылай траверстік шықпетке барып тұрсам. Жауырын аралықта екі қолды айқастыру, иығын құшақтап тұру керек, дауыс түрін анықтағандай, жауырын аралық міне ашылды, жауырынның жылжыған жеріне қарай жақынырақ қою керек. Егер де гипертоник адам болса, кеудесі кең болса, оларда тіпті екі рет жасау керек. Екі рет жасау керек. Жауырыннан ашық. Енді түсіреді қолды. Жауырын бұрышында. Жауырын сызығымен жасалады. Қалпақтарыңыз қоятын жердер. Мұнда жасадық, қолды айқастырыңыз. Жауырын аралық қояды. Бірдей жерге қойып атырым, көріп тұрсыздар, Мұнда қойып алып, мұнда қойсам дұрыс болмайды ол үшін. Енді қолды түсіреді, естің бұрышы жақсы көрініп тұру керек, штоп жасау үшін. Сондықтан қолды түсіргенде жақсы көрінеді. Бұл жерде горизонтальды қоямыз. Өкпенің барлық жерінде анық өкпе дыбысы болды. Егер де мына бір аймақта пиқтау дыбыс естіліп қалса, сол аймақты прицельно дейді. Аймақты шектеп, перкуссиялап, аймағын анықтап алады. 4 жағын. Қандай аймақта көлемді алып тұру шектелген жер. Сол үшін онда ол прицельно жасалады. Салыстырмалы біткен. Түсінікті ғой, салыстырмалы перкуссия. Салыстырмалы перкуссия патологиялық өзгеріс анықтау үшін жасалады. Әр жерде 2 реттен 2 қайтара жасалады. Орташа күш, күшті күшпеден. Енді топографиялық перкуссия, ол шекараларды анықтау. Жоғарғы шекаралар бар, алдыңғы жақтан, артқы жақтан, одан кейін клиник алынады. Төменгі жақтардан сызықтармен анықтаймыз шекараларды. Бірінші жоғарғы шекараларды тауып алып, алдыңғы жағынан. Қатырып тұршы, наш күшті көріп тұрсыздар, мускулус трапезис, мускулус стernocleidomastoидus іргесі, және бұған құрылған үшбұрыштың жоғарғы ұшына қарай сырттан ішке қарай перкуссия жасайды. Топографиялық перкуссияда енді босқа. Үшбұрышты көрсету үшін қатты болдық, ал перкуссияда үшбұрыштар қатайып тұрмау керек. Перкуссияның ережесі топографиялықтың. Білесіздер, жүректе жасадыңыздар, жасап, саусаққа жылжисыздар, сабасын шекараға параллельді жүріп отырасыздар, горизонтальды. Тұйық дыбыста өткен жерде келген жақтан белгілейсіздер. Солай жасаймыз қазір. Орташа күш. Келген жағынан белгілейміз дедік. Екінші жағынан, дәл солай анықтайсыздар, оның үшін көрсеткен керек жұмшары. Сразу өлшейтін болсақ, өлшейсіз. 3-4 сантиметр болады, дұрыс айтасыздар. Өлшегенде, бірақ дұрыс өлшеңіздер. Біреулер бүйтіп өлшейді, мына жаққа қарай. Тікесінен өлшеңіздер, сосын мынаны бүйтіп алады, 2 сантиметрден. Ол да сіз 1 сантиметр қосып бердіңіз деген сөз ғой, мына 4,5 сантиметр. Бұғананы жоғары қысына дейін аласыздар. Орта есеппен 3-4 сантиметр дейсіз, 5 сантиметрге дейін де баруы мүмкін, но одан көбі уже көп болады. Қандай жағдайлар?
Жоқ, ол төмен қарай басады ғой. Кезем ауа болған жағдайда. Дәл солай екінші жағынан жасайсыз, бұл жақта мына жаққа қарағанда жарты бір сантиметрге биіктеу болуы мүмкін, неге? Оң жақта себебі жоғары бұрын, оң жақтағы бұрын тәтте орналасқан. Көлденең біршама орналасқан, сол себептен болады. Енді артқы шекарадан біреуін көрсетейін. Артқы жақтан жоғарғы шекараны ұшын тапқанда өкпенің басын барынша мына үш омыртқа көрініп тұр, соның ортаңғысы бұл жетінші омыртқа. Ориентир. Осы деңгейді көтеріңіз басыңызды. Оның шекарасы осыдан аспауы тиіс. Перкуссия жасағанда жауырынның жоғарғы қыры бар ғой, көлденең орналастырады. Қалтағымыз соның үстіне дәл солай параллельді орналастырады. Жүретін бағытымыз мынаған емес, мойынның сыртқы жағына қарай стрелкамен көрсетіп қояйын. Осылай қарай жүресіздер. Мынаған емес. Себебі мынаған қарай жүрсек, өкпе былай жатыр да, будто ол шекара мына жерде болып қалады. На самом деле оның ұшы мына жақта жатыр. Бүйтіп қиғаш жүрмеймін, қараңыздар, саусағым қалай жүріп жатыр, мұқият қараңыздар. Строго горизонтальды кетіп бара жатыр. Толық қиықты келген жақтан белгілейміз. Болды ғой сол деңгей. Екінші жақта да дәл сондай болады. Енді бір жағынан көрсете берейін. Менің уақытым тоғыз магистратар. Төменгі шекаралар. Төменгі шекараларды оң жақта барлық сызықтармен анықтайды негізінде, сол жақта қолтық алды сызығынан бастайды, жүрек болғандықтан. Енді линия стерналистен анықтамауға да болады, себебі оң жақ шала иық шекара, жүректің шекарасы 1 сантиметр 4-ші қабырғалықтан жатады. Но біздің орташа күш перкуссиясы одан төмен қарай өткенде, мынау почти 6-ші қабырға деңгейінде болады. Біз Калимусина бойынша бұл сызықты сұрайды, сол себептен мен сіздерге көрсетемін. Принципе парастерналистен бастасақ та болады. Сондықтан мен бұны сіздерге жасап көрсетемін. Шамамен екінші қабырға аралықтан бастайсыздар. Мынау екінші қабырға, томпайтып тұратын қабырға, екінші қабырға аралықтасында. Арғы адамды вообще шатаспайсаңыз. Линия стерналис қыры прям. Сондықтан перкуссия жасайтын фалангаң сода тұру керек. Тырнақ емес. Мына именно фаланга тұру керек. Толық тұйықты болу керек, төменгі шекарасы 2, 3, 4, неге жетіге ұрады? 6-шы қабырғада болды. 6-шы қабырғаның жоғарғы қыры өзі болуы мүмкін. Енді парастерналис. Сызықты жаңа айттық, парастерналис сызығы сүйектің шеміршекке өткен жері болады дедік, ол міне екеуінің ортасында жатады. Екінші қабырға аралықтан сыздай. Алтыншы қабырғаның төмен қырында болды. Енді жүректі анықтағанда анықтап жүргенсіздер, ана ортасы болды. Строго сызықпен жүру керек, ары бері кетіп қалуға болмайды. Сол тұйық дыбыс. 6-шы қабырғада. Қолтық алды сызығы, арты сызығы дегендер қалай табады? Қолды жазып тұрмыз денеге. Қолтықтың алдыңғы иіліміндегі жер, мынау қолтық алды сызығы. Мынау арты сызығы. Ортасында шатастатын еш нәрсе жоқ. Енді қол желкеге қойылған алды сызығымен жасайды. Қолтықтың деңгейінен бастайды. Сіздерді уверені болу үшін тексеріп беріп жатырмыз қайтар. Мынау енді неше болады?
5 болса, 6, 7 де болды, иә? Жоқ, 6-тан асып кетті ғой, 7 болды. 7. Артқа жарты болды. 8 болды. Артқысы 9 болады. Артқысы 9. Мына жерден бастаймыз, иә? Шырылдай тұр. Мына 8, мына 9. Енді жауырын сызығымен. Жауырын сызығы, жауырынның төменгі бұрышы осы жерден бастайсыз, осымен бастап керек емес. Төмен бұрышы. Иә, мына бұрышынан жауырын сызығы осы жерден. Үстінен түседі, осы жерден басталады. Жауырын сызығымен төмен. Он болады, иә? 9, 10. Енді паравертебраль сызығымен. Омыртқа маңы сызығы бойынша. Қолды айқастырып тұрғаны жақсы. Жауырынның жоғарғы бұрышы деңгейінен бастаймыз. Неге жоғарыдан бастаймыз? Себебі мына жерде сұйықтық болуы мүмкін, е? Онда біз мына жерден бастасақ, соның үстінен бұл жерде уже өкпе жоқ жерде жасауымыз мүмкін. Сол себептен жоғарыдан бастаймыз. Әрі дыбысқа құлақ беруіміз керек. Жауырын аралықтан бастаймыз. Жартақ достық жылжиды. Строго слушайте. 11-ші кеуде омыртқасына деңгейінде болады деп онда оны санаймыз, иә? Еңкейтіңіз. Міне 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, үстінен ауытқып түсеміз. 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, міне 11-ші. 11-ші кеуде омыртқасы деңгейінде. Ең соңы паравертебраль омыртқаға бастайды. Қабырға аяғымыз, иә? Осылай шекараны оң жағынан анықтайды, сол жағынан қолтық алып сызығынан ғана бастаймыз дедік. Бұл жақта, мына жақтың бәрі жүрек болғандықтан, бұл жерде бірақ тұйық дыбысқа өтпейміз. Тұйықтау дабыл дыбыс болады. Неге байланысты ол? Жүрек қоңыр. Жүрек тұйық дыбыс беретін зат қой? Асқазан. Асқазанда ауасы бар кеңістік, траубе кеңістігі бар ғой. Соған байланысты. Соған байланысты қазір дыбысты байқайсыздар өздеріңіздер. Бауырда болған сияқты дыбыс шықпайды. Мына өтпе дыбысы. Тұйықтау дауыс күшейіп кетті керісінше, иә? Дәл сондай дыбыс болады қолтық орта сызығында да, артқы сызығында да, бірақ қабырғалары бірдей. Біреуін сіздерге көрсетіп отырсыз дыбыстың өзгеретін. Дәл солай қолтық артқы сызығымен, жауырын сызығымен паравертебраль. Тампонада да ішінде сұйықтық болған кезде тампонада дыбыс естіледі сонда? Тампанды? Тимпанды, иә. Өз қазақша дабыл демейді. Дабыл дұрыс сол. Аудармаған тимпанды. Тимпанды дейді соны. Орысшадан сөзді тимпанический деген дыбысқа үндіні жалғай салып тимпан болып кеткен ол дабыл дыбыс. Дабыл дыбыс асқазандағы дыбыс. Сұйықтығы бар демейміз, ауасы бар. Ауасы бар ағза, қуысты ағза. Дыбыс береді, дабыл дыбыс береді. Мысалы, өкпеде қуыс болса, ішіндегі іріңі шығып кетсе, сол жер қуыс, ішінде ауа бар, дабыл дыбыс береді. Егер жатқы сұйықтығылар болса, сұйықтау дабыл дыбыс береді, жаңағы мына жердегі сұйықтық. Бұл жер қалыпты жер. Қазіргі шығып тұрған дыбыс қалыпты, сол траубе кеңістігінен резонатор ретінде күшейтіп беріп жатыр ол дыбыс. Бұл патологиялық емес. Енді өтпен экскурсиясынан клиникаларынан анықтамақты ғой, қазыларынан анықтапылар, клиникаларын жоғары жасап. Бұғана орта сызығымен анықтаймыз. Қолтық орта сызығымен анықтаймыз, және жауырын сызығымен. Оң жақта, сол жақта қолтық орта сызығымен, және жауырын сызығымен.
мына үш сызықпен анықтап кетеміз. Бұғана орта сызығымен төменгі шекараны анықтап аласыз ол үшін. Бұл бізге белгілі, иә? Осы жерден ары қарай төмен қарай терең дем алдырып, дем шығармай тұрғанда жасауымыз керек. Мен командамен жасайды. Терең дем алынып, терең дем шығармай. Дем ала беріңіз. Таптық сразу дем ала беріңіз деп айтамыз, иә? Екі сызық қояйын, что сіздер түсінесіз. Енді дем шығарып, дем алмай тұрғанда анықтауымыз керек. Экскурсияға өкпенің төмен түсіп, дем алғанда максимальный төмен түскен, максимальный дем шығарғанда жиырылғанын анықтап айтамыз. Соны экскурсия деп айтамыз. Қозғалғыштығы өкпенің. Оны Калимуллина да көрсетеді, осы жерден жоғары қарай дейді. Сіздер оған құлақтарыңыздар үйренген жоқ ол дыбысқа. Бұл жердегі шамамен 2 сантиметр болады. Сіз перкуссия жасап, құлағын сол дыбысты уловить етем дегенше уже шекарадан өтіп қоясыз. Сол себептен топографиялық перкуссияның өзінің негізгі ережесінде оны жоғарыдан төмен қарай анықтау дейді ылғида, да? Сіздерге лучше дұрысы сәл жоғарыдан бастап, где-то 3-ші, 4-ші қабырғалыққа қойыңыз. Төмен қарай анықтаңыз, қиық дыбысқа өткен. Терең дем аламыз. Барынша шығарамыз, дем алмаймыз. Дем ала беріңіз. Сантиметр болды. Өлшейміз осы аралықты. 5 сантиметр. 4 сантиметр. 5 сантиметр болып кетсеміз, соның арасында 4-6 сантиметр. Спортсмендерді одан үлкен болуы жүретін адамдарды, 5 сантиметр. 2,5-да 2,5 болып тұр қазір. 2-де 3 болып тұр, ол емес. Патология. Енді қолтық орта сызығымен. Қолтық орта сызығымен тапқан жерден дәл жаңағыдай менің командаммен жасайды. Терең дем аламыз, шығармаймыз. Дем ала беріңіз. Сразу таптыңыз, сразу дем ала беріңіз деп айту керек. Қайтадан жоғарырақтан бастаймыз. Терең дем аламыз, шығарамыз барынша, шығарамыз, дем алмаймыз. Дем ала беріңіз. Өлшейміз арасын. Сәл алшықтап жүрсіз. 7 сантиметр, 6-8 болады нормада бұл. Ең үлкен қозғалғыш жері. Жауырын сызығымен табамыз. Жауырын сызығымен келген жерімізден қолымызды қойып, терең дем алып, демді шығармаңыз. Терең дем алып, демді шығармаңыз. Қайталаймыз. Дем ала беріңіз. Терең жиі тыныс ала берсе, әрине. Енді жоғарырақтан бастайсыз, өйткені шекараңыздың алты. Терең дем аламыз, шығарамыз барынша, шығарамыз, и дем алмаймыз. Дем ала беріңіз. 5 сантиметр. Жоғарғы. Жоқ. 5 сантиметр. 4-6 жарау. 4-пен Алдың сүйеді. Дәл солай бұл жақтан да анықтайсыздар, дәл солай мына жерден анықтайсыздар. Бірақ мына жердегі дыбыс қиық емес, қиықтау дабыл. Тренинг аламыз. Ол үшін отырғызасыз. Трапеция тәрізді бұлшықетті артқа қарай тарта отырып перкуссияламыз. Не үшін тартамыз? Өкпе ашылу үшін. Бұның астында жатыр. Басыңыздар былай бұрамыз. Бұғананың ортасынан бастайды. Сіздің перкуссия жасайтын сантиметр саусағыңыздың ұшы бұғанаға тиіп тұрады. Медиалды жаққа, сосын латералды жаққа. Бұлшықетті тартамыз, перкуссия жібересіз. Тартасыз, перкуссия жібересіз. Келген жағынан көрсін. Қайтадан форма положение. Медиалды, латералды жаққа. Медиалды жаққа, латералды. Дәл солай екінші жақтан анықтайсыз. Өлшейсіздер.
жеті қанша? 6-8. 3-тен 8-ге дейін барады. Орта есептен 6-7. 5-6. 10 нормал. Солай екінші. Орта. Бармастырып, әжептәуір қиын.